Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі қазақ әдебиеті пәнінен өтетін жаңа тақырыбымыз Несіпбек Айтұлы бәйтерек поэмасы, ақын шығармалары. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаттары: автор стиліне сүйене отырып шығармашылық жұмыс жазу. Бағалау критериіміз: автор стиліне сүйене отырып шығармашылық жұмыс жазамыз. Жалпы өткен сабақта біз Несіпбек Айтұлының шығармашылығы туралы толықтай тоқталып өткен болатынбыз, және бәйтерек поэмасының негізгі идеясы туралы тапсырмаларды сіздер мұқият орындадыңыздар. Бүгінгі тақырып бойынша ақынның тәуелсіздік тақырыбында жазған шығармаларына тоқталғым келіп отыр. Несіпбек Айтұлы ол тәуелсіздіктің жыршысы ретінде қазақ поэзиясында ерекше орын алатын ақын деп танимыз. Оның «Жаңғыру жыры» және «Арқа тірек» поэмалары Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығына ұсынылған. Ақындық ол Тәңірдің берген сыйы. Кез келген ақын ұлт ақыны деңгейіне көтеріле алмайды. Ұлтты жырлау елдік мүддені жырлау ғана емес, ол үшін бүкіл болмысыңнан, шығармашылығыңнан, өн бойынан ұлттық рух, жусан иісінде бұрқырап тұруға тиіс. Тәуелсіздікті жырламаған ақын жоқ. Ал сол азаттықты барынша таным түйсігімен түсіне, жеріне жеткізе, егіле жырлаған ақын сирек. Сол сиректің бірі Несіпбек Айтұлы. Отаршылық қиянатын ерте сезінген қазақтың осы қара баласының ел егемендігі хақындағы жырларының әр шумағын тебіренбей, еміренбей оқу мүмкін емес. Олай болса, балалар, қазір «Жаңғыру жыры» шығармасы кішкене видео ролик тамашалайық. Жалпы жаңғыру деген сөзді сіздер жақсы білесіздер. Ол жаңғыру, код деген сөздер бізде рухани жаңғыру елбасының мақаласында тамаша сипат алған. Рухани жаңғыру дегеніміз ол адамзаттың, жалпы қазақ халқының бұрынғы салт дәстүрі, ұлттық құндылықтары қайтадан жаңғырып, қазіргі қолданысқа ие болуы. Сондықтан да біз өзіміздің тәуелсіздігімізді жырға қоса отырып, өзіміздің керемет шығармаларымызды насихаттаймыз. Қазір сіздерге сол Несіпбек Айтұлының «Жаңғыру» деген «Жаңғыру жыры» поэмасынан кішкене үзінді тыңдасақ. Жырлаймын заманымды жаңа туған, азаттық кіндігінен жаратылған, елбасы бағдарымды айқындады, төрт бөліп түн ұйқысын таң атырған, шаттығым нұрға бөлеп шаңырақты, көңілдің көк аспанын жадыратты, асқақтап бәйтерегім одан сайын жайқалып жапырағын жамыратты, жүректің маздап үміттеріндегі табылды ең керегім өмірдегі, асқар тау байтақ дала тебіреніп тірілді кепкен тамыр шөлімдегі, арманның көппен бірге астым белін, берекем ортамдағы тас діңгегім, шаппайды бірлік бар да іргем берік, қойма қорадағы қасқыр менің, жасымнан елім аңыз. Жақсы, осы шығармалар арқылы біз Несіпбек Айтұлының тәуелсіздік жыршысы екенін тамаша көріп отырмыз. Тәуелсіздік бізге оңайлықпен келмегенін, және де азаттық жолында ата-бабамыздың қанмен, термен жеткен осындай кереметтей күндімізді біз үнемі мақтан етуіміз керек. Және жаңғыру деген сөзді тек қана салт дәстүріміз ғана емес, біздің санамызда жаңғырып, біз тәуелсіздіктің не екенін түсіну, яғни біздің басты мақсатымыз болып табылады екен. Сонымен қатар балалар, Несіпбек Айтұлының «Бәйтерек» поэмасы кітабымызда берілген, және де оны оқып мазмұндау бүгінгі біздің тапсырмамыз болады. Барлықтарыңызға қазақ әдебиеті оқулығын ашып, «Бәйтерек» поэмасын оқып шығуды сұраймын. Және де осы Несіпбек Айтұлының
бәйтерек поэмасы туралы кішкене қысқаша ролик тамашалап жіберсек. Деді. Жаһанның жанарында жаңа қала, жұлдыздай туа қалған өл арада. 5 жылда бой көтерген ғимараттар жайнап тұр шомылғандай самалаға. Жырламас ғажайыпты кім мұндағы, жеткенше сөздің дәмі тілдің нәрі, алғысын жаудырады елбасыға бақытты бұл шаһардың тұрғындары. Қарашы шаңырағы жас қаланың, аспанның бұлтын серпіп тастағанын, бүгін нен басталатын шежіресі авторы Назарбаев Астананың дейді. Бәйтерек деген поэманы мен 2002 жылы жаздым. Осы Астанаға келгенде 2 айды жазып шықтым. Басында бұл поэманың аты Азаттық Астанасы болатын. Онан кейін жада келе, ақылдаса келе, осы Ақселеу ағамыз осыны Бәйтерек деп қойдып, атын осы Ақселеу қойып осы поэманың атын. Астана біздің бүгініміз және ертеңіміз. Астана біздің болашағымыз. Астанаға келгеніме міне биыл 10 жыл болады. 2001 жылы осы көкөк айында келген мен Астанаға. Мен табаны көректей 10 жыл болды. Осы 10 жылда Астана менің көз алдымда. Көз алдымда жас баладай тәй-тәй басып, міне бәйтерегі аспандап, зәулім ғимараттары көктіріп, бой түзеп, Астана міне жарқырап, әлемнің көз алдында бір мәрмәр қала өсіп жетілді. Осының барлығы біздің бақытымыз деп ойлаймын. Мынау менің қасым. Жақсы балалар, бәйтерек поэмасының қалай жазылғаны туралы автор өзі жақсы айтып берді. Және де осы туралы тапсырмаларды бермекшімін тақырып бойынша. Интернет желісінен осы сұрақтар туралы ақпараттар іздеп дәптерге орындаймыз. Бірінші сұрағымыз: Қазақстанның заманға лайық жаңа астанасын салу кімнің идеясы болды? Яғни Нұр-Сұлтан қаласының негізін қалаған кім және оның осы идеяны айтқан кім? Елорданы Алматыдан Ақмолаға ауыстыру туралы шешімді Қазақстан Республикасы Жоғарғы кеңесі қашан қабылдады? Үшінші сұрақ: Ақмоланың атауы Астана болып қай жылы ауысты? Сонымен қатар балалар, сіздерге бірінші тапсырмам Несіпбек Айтұлының Бәйтерек поэмасын үйде оқып мазмұндайсыздар. Және сол бойынша сіздерге соңғы беретін тапсырмам, үйге тапсырма: Қазақ әдебиеті оқулығының 215 бет 10 тапсырма: ақынның стиліне сүйене отырып, тұғырлы тәуелсіздік тақырыбында қара сөзбен немесе өлеңмен шағын шығарма жазыңыздар. Осы тапсырмаларды мен осы презентацияны Google Classroom-ға салатын боламын. Барлықтарыңыз осы презентацияны көре аласыздар, және де осы сабағымның жазбасында көре аласыздар. Тапсырманы орындап, маған қайтадан жауап беруді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар, сабағымыз аяқталды.